миссияға қатысты бізде адамдар әртүрлі. Мысалға, көбісі негізі екеуінде де миссия жоқ. Екеуінде миссия жоқ, просто өмір сүріп жүрді екеуі. Ондайлар негізі 95%-ның жоғары жалқы миссия жоқ дедік адамдарда. Өмір сүріп жатыр, нормально әке-шешелерім бәрі өмір сүріп жатыр ғой деген живут. Екінші вариант бар. Ерде миссия жоқ та, әйелде миссия бар. Бұл жерде енді біраз нәрселер болуы мүмкін. Мына кісі жаңағында енді мына кісі енді білмеймін қалай болатын ары қарай. Мүмкін жаңа подкаблучник болып кетуі мүмкін. Мүмкін жақсы жаңағыда грузчик, шофер болуы мүмкін әйелінің қасында. Сол әйелінің жаңағы қолдау басқасы болуы мүмкін деген сияқты. Білмеймін енді қалай екен. Үшінші вариант ол жігітте бар да қызда жоқ. Төртінші вариант бар. Екеуінде де бар. Енді екеуінде де бар дегеннің өзінде тез ерте қуанбауымыз керек. Өйткені бұлар үш түрлі екен. ABC. Бұның қараңыздар, екеуінің бағыты екі бөлек. Әркім өз миссиясына тартады. Мынаныкі басқа жаққа, мынаныкі басқа жаққа. Сол кезде қызықтың көкесі басқа сталады. Екеуі де осознанно өзінің миссияларын қанағаттанған, сонымен өмір сүреді. Анау бір екеуі не істемейді, келіспейді. Біреу былай айтқан ұзын ағашқа тартады, біреу талға тартады, талғарға қарай. Біз оны жігіттерге енді түсініктірек болу үшін әйел мен ер адамдың екеуі, қараңыздар, машинамен енді бізге жігіттерге машина жақынырақта, екеуінде де машина жоқ, екеуі де жаяу жүр. Мына жерде жігіт жаяу жүрді, әйел машинамен жүр, бірақ мінгізбейді әйел машина. Түсіндіреді ме? Мына жерде керісінше, жігітте машина бар да, әйелде машина жоқ, әйел жігіт машинаны мінгізбейді. Мына жерде екеуінде де машина бар, бірақ екеуі екі жаққа жүр кетеді. Мынау Талдықорғанға кетсе, мынау Бішкекке қарай кетеді. Мына жаққа бармайды, екеуі бір-біріне бармайды. Көрдіңіздер ғой, екеуінің бағыты жұлдыздары бөлек, қарсы, немесе жаңағыдай екі жаққа тартады. Б вариантын көрейік. Б варианты мынадай. Жігітте машина бар ғой. Әйелде де машина бар. Екеуі де машинамен, бірақ әркімнің өз машинасы бар. Бірінің машинасы отырмайды. Бірақ бір бағытта. Бұл жерде не айырмашылығы болуы мүмкін? Мысалы, екеуі де білмеймін, қазақтың журналистикасын әлемдік деңгейге көтеру деген не болуы мүмкін екеуінде? Миссия. Екеуі де журналист. Біреу диктор, біреу режиссер, біреу жаңағыдай сол салада әйтеуір продюсер бірдеңе болуы мүмкін. Екеуінің мамандық әйтеуір бағыты бір. Сосын жылдамдықтар әртүрлі болуы мүмкін. Біреу алға кетіп қалуы мүмкін. Кейде теңесуі мүмкін, кейде жайын жүруі мүмкін. Біреу әйтеуір жетіп алған ұзын ағашқа, біреу енді кетіп бара жатыр, жақтан шығып ақырын. Бірақ әйтеуір бір-бірін түсінеді, бағыттары, тақырыптары ұқсайды. Құндылықтары ұқсас болуы мүмкін, құндылықтар. Күйеудің машинасы бар да, әйелдің миссиясы бар жігітті тауып, соның көлігіне мінгесіп, соған қолдаушы болу. Оның миссиясы бар жігітті тауып, соған сіз кешіріңіз, сіз көрінген жігітке түрі әдемеген, бойы ұзын екен деп шықпайсыз. Сіз миссиясы бар жігіт табасыз, және соған тұрмысқа шыққан кезде сіздің мақсатыңыз соның миссиясын әр қарай оны қолдау сол жолда. Өже түсінесіз ғой, жігітпен миссиясы бар жоқ деген нәрсені. Бірақ енді білейін, жігіттер таппай қалып тұрмысқа шықпай қалмайық деген ғой. Сол үшін миссиясы бар жігіт табу керек та. Бірақ шын мәнінде соған тұрмысқа шыққаннан кейін соған сай өмір сүре аламыз ба деген ғой. Соны сол жолында қолдап. Сіз неге осы қонақ шақыра бересіз? Неге біздің үйге ғана келе береді кісілер? Үйде отырмайсыз, неге жүре бересіз сыртта деген сияқты. Мен мысалға деген ғой. Өйткені оның миссиясы сонда халыққа қызмет, басқа болуы мүмкін да. Сіз үйде күйеуіңізге жете алмай отырасыз. Соның бәріне дайынсыз ба дегенің ғой. Немесе бір әскери адамға тұрмысқа шықсаңыз, оның әскер, жаңағыдай Қазақстанды қорғау, сондай болуы мүмкін да сол жолда. Ол жаңағы көшіп қонып жүреді, заставаларда жүреді, шекараларда жүреді. Соның бәріне шыдап, одан кейін бір айға кетіп қалады, шапармен. Полигонға кетіп қалады, бір айдан кейін келеді, үш айға кетіп қалады, учение. Қалай? Қашан келетін белгісіз оның, айдалада тұрасыз, анау жақтан.